Сәлем, құрметті асыл достарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен Лаура Төлегенова. Достар, бүгінгі медитация өте ерекше болайын деп тұр. Ол медитация өзіңді сырттай бақылау деп аталады. Ең алдымен мен сізге ыңғайлы, дұрыс, тік отырыңыз деп кеңес берер едім. Себебі отырып қана жасалған медитация керемет болады. Ал егер де сіз отыра алмасаңыз, өзіңізді қолайсыз сезініп, ыңғайсыз жағдай сізде болатын болса, онда жатқаныңыз абзал. Жатыңыз, тыныс демалыңыз, немесе отырыңыз. Сізге қалай ыңғайлы, солай жасаңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Өзіңізді еркін ұстаңыз, денеңізді бос сезініңіз. Терең тыныс алып, мұрынмен демді шығарыңыз. 3 рет дәл осылай қайталаңыз. Қайталадық, иә достар, керемет. Егер де сіздер медитацияға толық дайын болсаңыздар, онда біз сіздермен медитацияға кіруді бастайық. Өте ыңғайлы жатыр, өзіңізді еркін сезініп жатыр деген үлкен үміттемін. Дәл қазір көзімізді жұмамыз, қатты қысып жұмбаймыз, жай ғана еркін жұмамыз. Еркін жұмып жатырған бойдан терең тыныс аламыз. Мұрынмен тынысты алып, тағы да мұрын арқылы демді шығарамыз. Жарайсыздар, достар. Өте керемет. Енді дәл қазір сіздер сол жатырғандарыңызда өздеріңіздің дене мүшелеріңіздің қаншалықты қалай сіздерге қызмет жасауын бақылаңыздар. Ең алдымен башпайларыңызды, аяқтарыңыздағы табан, аяқтарыңызды бәрін бақылаңыздар. Тізеңізден бастап жоғарға қарай көтеріліңіздер. Бөксеңізден жоғарға қарай көтеріліңіз. Барлық ішкі жан дүниеңізге үңілу арқылы барлық денелеріңізге кіріп, олардың қаншалықты сіздерге қызмет жасап жатырғандығын, сіздерге күні түні сіз ұйықтасаңыз да, сіз ұйықтамасаңыз да қызмет жасап тоқтамай тұрғандығына рахмет айтыңыз. Сіздің 12 мүшеңіз сау болса, дәл осыған да рахмет айтыңыз. Келестен ішімізден жүрекке, жүректен қолдарымыздан барлық дене мүшемізге шолу жасап қайтайық. Жарайсыздар. Басыңызға, көз, құлақ, ауыз, мұрын барлығына төмен жақтан бастап шолу жасап, барлық дене мүшелеріңізге рахмет айтуларыңызды сұраймын. Оларға рахмет айта отырып, жақсы көретіндеріңізді де айтыңыздар. Себебі ол маңызды, өте маңызды. Мен сіздерді күтемін. Асықпай, рет-ретімен әрбір дене мүшеңізге алғыс айтуыңызды, рахмет айтуыңызды, жақсы көретіндеріңізді айтыңыздар. Мен сіздерге 1,5 минут уақыт берем.
Керемет, достар, супер, жарайсыздар. Қандай керемет адамсыз. Сіз дәл қазір дене мүшеңіздің барлығына алғыс айту арқылы оларды қуанышқа бөледіңіз. Оларды одан қарай сіз үшін қызмет жасауына тағы да бір қадам жасадыңыз. Олар сізге қуануда. Олар сізді де шынымен жақсы көруде. Достар, енді дәл қазір біз өз денемізден шығу керекпіз. Мен 1, 2, 3 деген бойдан сіз денеңізден шығып, өзіңізге қарама-қарсы жерде отырыңыз. 1, 2, 3. Сізді отырды деген үміттемін. Дәл қазір енді сіз сыртқы барлық дене мүшеңізге қарап шығыңыз. Басыңыздан аяғыңызға дейін барлық ешқандай дене мүшеңізді қалдырмай рахмет айтыңыз. Және тағы да жақсы көрем деген сөзді айтыңыз. Мен сізге осыған 1 минут уақыт берем. Олардың оң жақтан, сол жақтан барлық қыр-сырынан қарауға тырысыңыз. Өзіңізді алыстан, жақыннан қараңыз. Рахмет айтумен қатар жақсы көрем деңіз. Мен сізге 1 минут уақыт берем. Достар, сіздердің қолдарыңыздан келді деген үміттемін. Сіз өзіңізді сырттай бақылай алдыңыз. Сіз өзіңізге, сырт келбетіңізге, сыртқы дүниеңізге, сыртқы мүшелеріңізге үңіле алдыңыз. Жарайсыз. Бұл екінің бірінің қолынан келмейді, бірақ сіздің қолыңыздан келді. Сіз ең мықты және қайталанбас тұлғасыз. Досым, асыл досым, сен жарадың. Я, бүгін қолыңыздан келді, бүгін қолынан келді. Сен өзіңді сырттай бақылай алдың. Жарайсың, керемет. Мен қуаныштымын. Дәл осы қалпыңнан тайма. Дәл қазір сен өзіңнің сыртқы келбетіңе алғыс айт, рахмет айт. Оны қалай бар, дәл сол қалпында қабылда. Оған жақсы көретініңді, оны сыйлайтыныңды, бағалайтыныңды, құрметтейтініңді, әрқашан бір жүретініңді, оның қасынан табылатыныңды, әрдайым бірге болатыныңды баянда. Оған сенім білдір, сенімді бол, және бірігіп бәріне жетеміз деп оған сөз бер. Я, сөз
сөз бер. Енді сөз бергеннен кейін оны құшақтаңыз, қатты құшақтаңыз және әрдайым бірге болатыныңызды айтыңыз. Айтқаннан кейін 3-ке дейін санаған бойдан сіз өз денеңізге қайтып кіріңіз. 1, 2, 3. Жарайсыз. Супер, керемет, тамаша. Сіз әлемдегі ең мықты адамсыз. Сіз ешкімге ұқсамайтын қайталанбас тұлғасыз. Сіз ал күш-иегерісіз. Сіздің армандарыңыздың бәрі орындалады. Сіз мақсатыңызға жете аласыз. Мен сізге сенемін. Сіз де сенімді болыңыз. Сәттілік тілеймін. Өміріңізге де, өзіңізге де. Достым, менің сізге керемет жаңалығым бар. Ол қандай жаңалық? Мен, яғни Лаура Тілегенова, мен Лаура Тілегенова өзімнің 11 күндік мен атты теп-тегін психологиялық марафонымды бастадым. Егер мен кіммін деген сізге сұрақ туындаса, Лаура деген кім деп ойласаңыз, онда ютубқа менің аты жөнімді жазып қарасаңыз болады. Лаура Тілегенова деген кім деп. Сол кезде мен өзімді таныстыратын шағын видео дайындап шығарған болатынмын. Достар, тағы да айтам, мен теп-тегін 11 күндік мен атты психологиялық онлайн сабағымды, яғни марафонды бастадым. Ендігі кезекте біз жиналған адамдармен бірінші чатты да бітіруге жақындадық, ал екінші чатпен жұмысымызды бастағалы жатырмыз. Ендігі кезекте біз үшінші чатты ашып жұмыс жасағалы жатырмын. Егер де сіз сол мен атты психологиялық марафонға қатысқыңыз келсе, менің инстаграмыма жазуыңызды сұраймын. Неге ютубтың пікір қалдыруына емес? Себебі ютубта пікір қалдыру мүмкін емес. Ютуб автоматты түрде пікір қалдыруды кетіріп тастап тұр. Ал сіз сол онлайн марафонда не үйренемін деген сұраққа мен жауап берейін. Біріншіден, өзіңе сеніп, әлемге сүйену. Әлем заңы, өзіңнің моделіңді құрастыру. Ауру деген не? Қалай ауруды өзімізге шақырып аламыз? Қорқыныш не үшін қажет? Түйсікпен сөйлесіп байланысқа шығу. Тәкаппарлық, негативтілік, эмоция, реніш, кешірім, ашулану, реніш кекті сақтап, оны біз жоюдың тәсілдерін үйренеміз. Қызғаныш, сонымен қатар тәуелділік тақырыптарында біз сіздермен сабақ үйренетін боламыз. Сонымен қатар бір чатта отырамыз, сіздермен тікелей эфирлер және сұрақ жауап болады. Егер сіз дәл осы тегін марафонға қатысқыңыз келсе, тағы да айтам, менің инстаграмыма жазыңыз. Мен инстаграмда белгілеп қоямын, laur.ok деп аталады. Ешқандай да ақша алмаймын. Ол марафонға қатысу тегін. Сіздің көп нәрсе үйреніп, сол жерден біліп шығарыңызға мен 100% сенімдімін. Себебі дәл қазір оқып жатырған адамдардың да, оқып бітірген адамдардың да көздерінде кәдімгідей қуаныш, күлкі жадыраған, жүздері бақытқа толы, керемет көңіл-күй оларға сыйлай алдым. Сонымен қатар олар маған дән риза деп ойлаймын. Ол қуанышты дәл қазіргі кезде мен көріп жатырмын. Себебі әр кісі алғысын білдіруде, ал алғысын білдірудің өзі маған жер мен көкте үлкен қуаныш сыйлайды. Егер де сіз марафонға қатысқыңыз келсе, онда инстаграмға жазыңыз. Әрі қарай тағы да сұрақтарыңыз болса, мен сізге жауап беруге әзірмін.
Үй тапсырмасы беріледі, үй тапсырмасы тексеріледі. Өте қатал болады. Егер де кіргіңіз келсе, қосылғыңыз келсе, мархабат, мен дайынмын. Сізді шақырамын, сізді күтемін. Егер дамып өскіңіз келсе, өзіңізді өзгерткіңіз келсе, өзіңізден осы қасиеттен біреуін көріп соны жойғыңыз келсе, онда қосылыңыз. Сіздермен бірге болған Лаура Тілегенова, көп-көп рахмет. Аман есен келесі медитацияда кездескенше. Осы медитация сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер пайдалы болса, жылы лебіздеріңізді білдіруге болады. Егер YouTube пікірлерді кетіріп тастамаса. Рахмет.